Сәлем достар, бүгінгі история өте қызық болайын деп тұр. Өйткені мен бүгін көшеде бомбыш киімін киіп алып, бомбыштың үйін жасап, көшенің алдында елден ақша сұраймыз. Кім қанша береді екен, қандай реакция көрейік, өтіп кетіп жатқан елдердің реакциясын көреміз. Бірге тамашалайық. Ал кеттік ендеше. Так, бірінші бізге қатырып тұрып бомбыштың скинін жасап алуымыз керек. Достар, мені қолдап каналға тіркеліп комментарий жазып отырыңдар, және өз достарымен де бөлісіп отырыңдар каналмен. Ал кеттік ендеше. Осындай скин жасап алдық. Так, довольный түрді алып тастайық. Бір недовольный түрді қояйық мына жерге. Ал кетіп пойдет. Так, прическа. О, қалай шашым өсіп кеткен. Нормально, четкий бомбыш болмау, короче. Стиль қарапайым, но не қарапайым болып тұр ғой, короче. Примерно мына жерге қойып тастасақ, осы шатырды помогите, пожалуйста деп табличка тұр ана жерде. Адасым тұр, ақша салатын. Ал келіп сала берсеңдер болады. Қайдасыңдар, достар? Помогите, пожалуйста. О, алғашқы адам келді ғой, что-то. Тұратырында мен аяқта бомбыжға картондар қойып тастайын, типа пустой картондар болады ғой, бомбыждардың үйінің жанында жатады ғой, картон, мусор болып. Жолға қоюға болмайды, братан. Мына жақ шетіне қойып тастайын. Адамдар кәдімгідей келіп алыпты, маған қараңдар. Бірдеңе бергісі келіп тұр. Анан қара, алғашқы ақша берейін деп тұрған адам. Что-то маған берейін деп тұрсыз ба? О, возьмите дейді. Әкеңіз, рахмет көп. Ура, достар! Көрдіңдер ма, жұмыс істейді екен. Байқұстардың жандары ашып кетті ғой деп маған әбден. Спасибо вам большое. Достар, соңына дейін көрейік, бүгін қанша ақша жинайтынымызды. Жағдайым болмай тұреді, жақсы болды ғой. Бір жағдайымды жасап алатын, бір көп ақша беріп байтып кетсе ғой шіркін мені біреу. Бір өзіме жақсы көлік алып, үй алып алар едім бар ғой. Жарайды. Жалғастырайық. О, анан қараңдар, екінші клиент. Рахмет көп. Души саған. Бүркеуіндегі адамдар не деген қарапайым, не деген жанашыр десенші, саған. Спасибо большое. Еще көпсі қыздар екен, қыздардың жаны ашып тұрады екен бомбыждарға. Ұлдар жоқ, көрмейді ғой, вообще ұлдар көрмейді. О, тағы беріп жатыр. Рахмет көп. Үшінші рет уже ақша беріп жатыр. Аплодисменты. Рахмет. Сөзім жоқ. Я в шоке. Души саған. Достар, көрдіңдер ғой, кәдімгідей жұмыс істейді екен бұл әдіс. Бүркеуінде бәрі ақшасын бергісі кеп тұрады екен. Отырып алып, қайыр тілеген. Басқа не істейміз мына жерде? Келіңдер, маған ақша беріңдер. Помогите, пожалуйста. Есть кто-нибудь? О, нағыз қайтадан келді. Мені айналшықтап қоймады ғой. Несін деп жатыр? Маған телефон берейін деп жатыр, қараңдар. О, рахмет. Не деген кең жүрек. Енді қараңдар, планшетін алып шықты. Бұны да маған берейін деп жатыр. Саған рахмет. Не деген қошемет сенікі. Души, так. Енді не істейміз? Мен салып ал, достар, қараңдар, қайда апарады екен? Продуктовый магазинге апарам екен. Жоқ, тамаққа алып бара жатыр ма? Қайда алып барады екен? Өй. Не болды бұл? Асфальттың ортасында қалдық қойған. Арқалап алды. О, тамақ жеміз. Тамақ алып бара жатыр. Ура, алақай. Не деген мейірімді жан. Осындай жандар көп болсын, бомбыждарға қарасатын адамдарға мейірімді. Тамақ алып келуге кетті. Мен бургер жесем деп едім. Души, рахмет көп. Өзін жеп отырмын ғой еще. Жақтыртпай кәдімгідей, жағдайыма қарамай. Ой, рахмет сізге көп. Тойып алдым. Өзіңіз бір сөйлемейді екенсіз, вообще мүлдем. Қой, мен ақша табуым керек. Орыс па, қазақ па, түсінбедім.
кетейін, жұмысқа барайын, ан жақта күтіп қалған шығар, может ақша беретіндер очередьке тұрып алды ма екен деп армандап кетсең, е? Ой, телефоным бар, планшетім бар, басқа не керек маған? Енді көп ақша тауып байып кетсем ғой, бір машина, үй алып алсам. Бүгінгі жоспарым сол болып тұр. Бекер далада отырмай, әйтеуір. Бір күйеуінде байып кету оп-оңай дейді ғой. Ой, мына кісіге айда кетіп қалды. Рахмет айтып кетейін десем, жоқ қой, что-то маған тамақ беріп өзі кетіп қалған ма? Жарайды қойшы оны. Орныма барайын, жұмыс орныма. Қайткенмен де үйреніп қалдық қой. Подходите, пожалуйста. О, бір қыз келді әне. Привет. Помогите, пожалуйста. Чем можете, помогите. Окей, дейді. Ақша беріңіз маған. Мә, мыналар кімдер? Ё-мой, блатнойлар ғой мыналар. Чё за блатные? Мә, сразу ақшасын алып келді. Мә, қандай мейірімді жандар. Байқасаңдар, барлығы қыздар ақша беріп атқан әйтеуір маған. Рахмет. Ала берем берсеңдер. Бүгін бір арманымды орындасам жақсы болар еді. Ой, рахмет. Сіз де берейін деп тұрсыз ба? Ой, рахмет, ала берем. Мә, машиналарыңыз дершке екен, базар жоқ. Қаяқтан алып алсыздар, қанша тұрады екен, не осындай машина алып алса ғой. Ой, рахмет. Бұйырса қазір ақша жинап үй машина алып аламыз. Аплодисменты, спасибо вам большое. О, мына тәтеміз мынандай орындыққа қойыпты маған. Жұмсақ отырсын деп ойлаған ғой, жаңа жерге отырғанымды қарап. Жарайды. Рахмет, ең бастысы ниет қой. Мынаны қараңдар, маған завтрак па, бірде обед па, ужин ба, бірдеңе ұйымдастырып жатыр. Маған неге сонша жақсылық жасап жатыр, бұл кісі түсінбедім. Ой, қыздар, мына екеуі тағы келіп алыпты ғой. Не істейін деп жатыр? Мынаны қараңдар, мені алып алып көтеріп, машинасын салып алып, көрейік қай жаққа апаратын, қызық болып тұр. Бірақ ана қыз сонша күтіп еді мені. Кеттік, жарайды. Барам да келем, күте тұрыңыз. Олар опасный дейді екен, машина қатты дейді екен, жолда авария болып қалмасақ болды. Үйлерін таппай жүр ма немене? Ой, ё-мое, айттым ғой, мыналардың айдауынан қорқып едім. Ема, не істедіңдер, қыздар? Тым жақсы бомж болып отыра бергенім жақсы еді ғой. Ужас, қайда кіріп кеттік біз? Мені көтеріп алып шықты. Қайда кетіп қалдық? Мыналарың не? Не деген бұзық қыздарсыңдар? Байдың қыздар іштері пысқан әбден. Ой, машинаға қақып кетті әне. Не болды ол? Лучше жаңағы жерде отыра беруім керек. Мына үйін қараңдар. Керемет. Ничего себе. Кереметін қараңдар. Қай жаққа апарып жатыр? Спальныйға апарып жатқызайын деп отыр ма мені? Мына спальныйды маған берді қараңдар. Типа менің спальныйым ғой. Рахмет. Чё там, не ақылдасып отсыңдар, не сырласып отсыңдар? Я здесь буду жить? Ештеңе айтпайды. Мынандай үйге бірінші рет көріп тұрмын. Қандай әппақ төсек десе жұмсақ шығар, е. Арман жоқ қой мынандай үйде тұрған. Бақыт шығар. Что-то тып-тыныш болып кетті ғой, шығып қарайшы, не істеп отыр екен? Өздері бөлмеде не істеп отырған екеуі? Байдың ішіп пысқан қыздар екен мыналар жана. Сәлем. Бола ма кіруге? Не істеп отырсыңдар? Мынау арабтың қыздар екен ғой, шейхтің қыздар екен ғой. Саған білгендерін істеп жатыр ғой. Не істеп жатсыңдар? Не тіл түсінбейміз? Не үшін мұнда алып келдіңдер мені? Ё-мое, достар, көрдіңдер ма? Шынымен де ішіп пысқан. Мені банға лақтырып жіберді. Ой, жарайды, қойшы оларды. Өзімнің сүйікті орныма. Мына қыз әлі жүр, базар жоқ, мені күтіп отыр екен. Отырыш осының қасында, тамағын ішіп, әйтеуір бергенін алып, шүкір етіп. Не сөйлемейді екен, бұл да қызық. Жүріп қайыртылейін енді, отырып жалық кеттім. Мынаны қараңдар, бір сумка ақша алып келіп жатыр, маған ба не? Қой, шынымен де ма? Өтірік әзілдеп тұрған шығар маған прикол ұстап. Мынаны қара, ұсынып тұр маған. Возьмите дейді, ура! Алақай, шынымен де ма? Спасибо вам.
риза болып кеттім ғой. Көңіл күйім бірден көтеріліп кетті ғой. Саған алақай, мен енді баймын. Енді кедей күндер артта. Стиль қарапайым, но не қарапайым болып тұр ғой, короче. Так, мына ақшамен мен өзімнің жеке армандарымды орындайтын боламын. Ең бірінші мен чотки болып киініп алайын. Анау емес, бір қымбат бір плазаға барып, Хавен плазаға барып киініп алмасам, дерзкий жер осы жер. Қайыр тілеп отырып осының ішіне кірсе ғой деп армандайтын ше. Арманым орындалғанына қуанып тұрмын. Жаңа кісі кім болды екен, бір сумка ақша бере салатындай маған. В общем, не болса да мен ризамын. Енді менің өмірім 180 градусқа өзгереді. Қазір мына жерден чотки бір костюм шалбар киіп алайын. Чоттам достар, костюм қалай? Сиқыр ма? Мынандай киіммен любой нәрсе жарасып кетеді екен ғой. Даже басымдағы шашым бомбышки өсіп кеткен болса да, ана костюммен сиқыр болып кетті ма? Базар жоқ, риза болып тұрмын ше. Кеттім дальше. Мен машинаға заказ беріп қойғам жаңа онлайн. Қазір есік алдына Хавен плазаға алып келем деген болатын. В общем, мен спортивный машинаны жақсы көрем өзім. Сондықтан өзіме осындай дадам спортивный ерекше түсті көлік заказ беріп қойдым. Ақшаң болса қазіргі заманда барлығы сразу екен ғой. Скорость максимально қойып кеттік ал. Мынаның ішінің жайлысына керемет. Кім ойлаған жаңа далада бомж болып отқан адам осындай крутой машинамен жүреді деп. Так, достар, енді машина алдым, мен үй іздеуге көшейін. Бір участоктан үй сатып алайын өзіме. Примерно осы жерлерден керемет бір үй сатып алмасам. Опа, қалай, достар? Үйім қалай, сиқыр болды ма тоже? Стиль қарапайым, но не қарапайым деп тұрмын ғой, короче. Ақшаң болса ештеңеге отказ бермеу керек екен. Кірейін ішіне. Ой, бассейн екен ғой мына жер. Ой. Ішіне кірейін құсын. Үйіммен танысайын. Не деген керемет. Астын қараңдар, прозрачный, астына бассейні бар. Үстінде комнаталарға қарап шығайын. В общем, достар, өмірім 180 градусқа өзгерді. Далада қарапайым бомж болып ақша тілеп, осындай жағдайға жетуге болады екен Бурхейінде. Бірақ өмірде қиын әрине. Осымен историямызды аяқтаймыз. Сендерге ұнаса лайк басып қолдап кетіңдер. Рахмет, достар.